Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен ет қосылған бәліш, яғни мясной пирог дайындайтын боламыз. Ең алдымен ұнымызды жақсылап електен өткізіп аламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіңіздер, ұнның арасына сонда ауа барады. Тұз себеміз және қопсытқыш себеміз. Алдын ала ерітілген сары майымызды құямыз. Қаймақ, жұмыртқаны қосамыз. Енді осының барлығын жақсылап араластырып, қамыр жинайтын боламыз. Басында қасықпен, одан кейін қолмен жинадым. Қолдарыңызға кішкене жабысып атса, сәл ғана ұн сеу жеріңіздер. Ұнды көп қоспаңыздар. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Дайын болған қамырды 30-35 минутқа осындай пакетке салып, холодильникқа демалуға қойып қоямыз. Енді пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Ол үшін ет, картоп, пияз керек. Осы үшеуін бірге қосып аламыз. Және де үстінен тұздаймыз және бұрыштаймыз. Дәміне қарай жақсылап араластырып, осылай дайындап қоямыз. Енді қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін кішірек, екінші бөлігін үлкен етіп бөлеміз. Үлкен бөлігі біздің пирогымыздың астына саламыз, үстіне кішкентай бөлігін жабатын боламыз. Ең бірінші үлкен бөлігін жайып аламыз, осылай қамырын. Оны осылай біздің арнайы пергаментні бумаға төселген противеннің үстіне осылай жақсылап жайып аламыз. Енді келесі бетінен жабатын кішкене бөлігін жаямыз. Салмамызды салып, пирогтың барлық жеріне бірдей қылдырып, теп-тегіс етіп жайып шығамыз. Үстінен екінші қамырымыздың бөлігін қойып, шеттерін жақсылап біріктіреміз. Шеттерін жақсылап біріктіріңіздер, себебі пирогтарыңыз пісіп жатқанда шеті ашылса, арасынан сок бөлініп, пирогтарыңыз дымқыл болып кетеді. Енді шеттері бәрін бірігіп болғаннан кейін осылай әдемілеп өріп шығамыз. Әдемі болып тұру үшін пирогымыз видеодағындай міне. Ортасын осылай мен тесіп қоям. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Және оның үстінен кунжут себеміз әдемілік үшін. Алдын ала қызып тұрған пеште 180-200 градустағы 35-40 минут пісіріп алдым мен. Сіздердің пештеріңіздің режимі басқаша болуы мүмкін. Міне біздің пирогымыз дайын. Пирог өте дәмді болып шығады. Әрі оңай дайындалады. Міндетті түрде сіз де жасап көріңіз. Отбасыңызды қуантыңыз ыстық пирог жасап. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Ас болсын!